Жылдам оқу өзі рас па? Жылдам оқысақ ақпарат көп болып кетіп біз түсінбей қалмаймыз ба? Деген ойды ойламас бұрын сіз жылдам оқу не үшін керек деген ойды ойлап көрдіңіз бе? Осы сұраққа жауап іздеп көрейік. Бүгінгі видеода сіздерге жылдам оқудың көп адам айта бермейтін немесе білмейтін керемет мүмкіндіктерімен танысатын боласыздар, және 100% сенімдімін, жылдам оқуға деген мотивацияларыңызды ашатын боламыз. Менің есімім Нұрберген Бақтыұлы, 7 жылдық кітап оқу мен есте сақтау саласы бойынша тәжірибесі бар маманмын. Сіздерге бүгінгі видеода жылдам оқу не үшін керек? Жылдам оқудың пайдасы бар ма? Жылдам оқудың қандай өмірімізге тигізер әсерлері бар тақырыбында сөз қозғайтын боламыз. Ендеше кеттік. Негізінде жылдам оқу не үшін керек дейтін болсақ, біз мына сұрақты өзімізге қоюымыз керек. Біз қай заманда өмір сүріп жатырмыз? Біз сондай бір жарық жылдамдығы демесек те, өте қатты жылдам қозғалып жатқан 21 ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Біз осындай керемет заманда мүмкіндіктер әлемі деп атайықшы, осындай керемет мүмкіндіктер әлемінде біз егер де жылдам қозғалмайтын болсақ, біз көптің бірі болып мына біреулер бізге шаңын ілестірмей кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан бізге дәл осындай жылдам оқу сияқты бізге қабілет керек. Мен адамдарға үнемі айтамын, жылдам оқу дегеніміз мынадай кітапты сарт тез жылдам оқып бітіруді біз жылдам оқу деп айтпауымыз керек. Жылдам оқуды тек қана кітап оқумен шектеу орынсыз. Жылдам оқудың мүмкіндігі одан да үлкен. Жылдам оқу дегеніміз жылдам ойлану, жылдам шешім қабылдау, жылдам өмір сүру сапасы, жылдам есте сақтау, жылдам ұмытпау. Яғни жылдам барлық өміріңіз жылдам болады. Сіз мысалы бір 4-5 айда созып, мақұл, 1-2 айда созып оқып жүретін кітабыңызды жылдам оқудың көмегімен 1-2 аптада оқып бітіресіз, қалған 4-5 апта уақыт қалтаңызда қалады. Енді ойлаңызшы, жылдам оқудың мүмкіндіктері айтып тұрмын ғой, өте көп. Сондықтан бізге не үшін жылдам оқу керек? Осы заманға ілесу үшін. Заманның түлкі болса тазы боп шал деген бұрынғы біздің қазақтың мақалы бар. Жылдам оқу дәл осындай заманда бізде бір белгілі бір жетістікке жету үшін осындай қабілет керек екен. Жаңа айтқанымдай, біз жылдам оқыған кезімізде ақпаратты жылдам есте сақтауды үйренеміз, тез ұмытпауды үйренеміз, жылдам ақпаратты өңдеп соған жылдам шешім шығаруды үйренеміз. Бұлай айтқан кезімізде біздің өмірімізде сапалы жылдам өмір сүру дағдысы қалыптасады десем артық емес. Сондықтан жылдам оқудың мүмкіндігін біз тек қана кітаппен емес, біздің ойымыздың да шектеусіз қабілеттерімен ұштастыра алуымыз қажет екен. Сонымен қатар кез келген қазіргі заманда жетістікке жеткен миллиардерге, кез келген адамға қарайтын болсаңыздар, барлығы кітапты өте көп оқыған кісілер. Тіпті қаржылық тәуелсіздікке жол деген естулеріңіз бар шығар. Әлемде нөмірі 1 қаржылық сауаттылық жайлы айтып жүрген адамдардың ішінде Бодо Шефер деген немістің өте бір керемет финансист адамы бар. Сол кісінің кітабында былай деп жазылған еді: сіз кез келген бір миллиардердің өміріне қарайтын болсаңыз, олардың үйлерінде немесе яхталарында жеке кітапханалар бар дейді. Егер олар жылдам оқу қабілетін меңгермесе, онда ол кітаптың бәрін қалай оқып бітіреді деген сұрақты өзі сол кітапта айтады. Мысалы, Уоррен Баффетке қарайық, қандай миллиардер, Илон Маск, Билл Гейтс, бұл кісілердің барлығы бір күнде 1-2 кітап оқитын кісілер. Енді ойлаңызшы, бұл кісілердің кітап оқудан басқа жұмысы жоқ па? Бұл кісілер сонда компанияларды қалай құрып жатыр, қалай бәріне үлгеріп жатыр? Әрине, бұлар жылдам оқу қабілетін меңгерген, сол арқылы барлығына үлгеріп жатыр. Ал біз болсақ не істейміз? Кітап оқып бастаймыз, созып жүре береміз. 4-5 ай, тіпті біреулер 1 жыл бойы бір кітапты оқып бітіре алмай жүреді. Бұл не деген, мысалы, масқара десек болады. Көрдіңіздер ме? Сондықтан жылдам оқу қабілеті тұр ғой. Жылдам оқу қабілеті тұрма тұр. Яғни жылдам оқу қабілеті бізге қазіргі заманда тез жетістікке жетуімізге де көмектеседі екен. Сонымен қатар сіз кез келген салада болсаңыз да, кез келген салада профессионал мықты болу үшін жылдам оқу қабілетімен жетістікке жете аласыз. Мысалы, жылдам оқудың не үшін керектігін тағы да былай оңай тілмен түсіндіріп көрейін. Мысалы, сіз ағылшын тілін үйренуге жылдам оқу керек па? Керек. Жылдам оқудағы есте сақтауымызды дамыту арқылы ағылшындағы сөздіктерді оңай жаттай аламыз. Математиканы үйрену үшін жылдам оқу керек па? Керек. Жылдам оқуды үйрену арқылы біздің логикамыз дамып, есептерді оңай шығара аламыз. Я болмаса бір кез келген музыкалық аспаптар болсын, кез келген физика, математика, бүкіл ғылым болсын, кез келген бір салаға жылдам оқу керек па? Керек. Жылдам оқу арқылы біз шынымен де мүмкін емес деген нәрселерді жасай аламыз. Ал енді елестетіңізші, математиканы үйренуге жылдам оқу керек
керек болып тұр ғой. Ал жылдам оқуды үйрену үшін математик болу керек па? Керек емес. Плюс минусты қоса алсаңыз болғаны, көбейту кестесінде жаттамасаңыз да үйрене аласыз. Ал жылдам оқуды үйрену үшін ағылшын тілін білу керек па? Керек емес. Қазақшада мысалы біздің өте керемет сабақтарымыз тұр. Или болмаса кез келген бір саланы маған әкеңізші алдыма. Кез келген салаға жылдам оқу керек. Ал жылдам оқуды үйрену үшін адамға бір ғана нәрсе керек. Ол әрине ниет. Адам шынымен де өзінің өмірін өзгертемін деген, жылына осыншама кітап оқимын деген мақсаты болатын болса, ол сөзсіз жылдам оқуды үйрене алады. Сондықтан бүгінгі видеода сіздерге тақырыпты аша алдым деген ойдамын. Жылдам оқу дегеніміз тек қана кітапты тезсіз оқып бітіру емес, жылдам оқу дегеніміз жылдам ақпаратты қабылдап, оны өңдеп өмірімізге енгізу екен. Өте керемет сіздермен ақпаратпен бөлісіп өттік. Ендеше видео ұнаса, бүгінгі осындай тақырыптар сізге ұнаса, арнаға жазуды ұмытпаңыздар, комментарий қалдырыңыздар, өз ойыңызды бөлісіп кетіңіздер, және де достарыңызға таратуды да ұмытпаңыздар. Ендеше келесі бір пайдалы ақпаратта кездескенше, келесі видеоларда жылдам оқудың, есте сақтаудың керемет дамытатын неше түрлі жаттығулармен бөлісетін боламын. Ендеше келесі видеода кездескенше, аман сау болыңыздар.